Адам көптеген жаңағы білімсіз жүргеннен кейін, күнәларымыз көбейіп кеткеннен кейін, ненің не екенін түсінбей қалғаннан кейін, осындай жағдайлар болып, адасып, не істерін білмей жүрген жағдай болады. Міне сол кезде тура жолға түсу үшін, мына бауырыңның тура жолға қарай келуін қалайсың. Сол кезде ол бауырының өмірінде біраз нәрселер бар. Бір проблемалар бар. Сол проблемалар шешілу керек дейік. Мысалы, сондықтан олардың көбісі барады да бір балгерге барып жолымды ашып берші дейді. Жолым бөгеліп жатыр дейді. Яғни қашан қарасаңыз біреулер осындай сөзді айтып жүреді. Сол кезде сіз соның қасынан табылу керексіз. Ол не деген кезде фалақтахамал ақаба. Білімсіз қалғандықтан адам, қараңғылықтарда, Раббысы танытылмағандықтан ата-анасы тарапынан, ақырет танытылмағандықтан, тура жол деген не, намаз деген не, күллі нәрсе танылмағандықтан ол адасып қалды да жол бөгеліп қалды. Алдында асулар бар. Сол асулардан өте алмай жатыр дейді бұл адам. Асудан өте алмай жатыр дейді. Содан өтсе, тура жолға қарай жол тауып кетеді дегенде келтіріп жатыр Алла Тағала. Сол асу не деген кезде, «Вама адрака мал ақаба». Не ол асу деген? Сөйтіп Алла Тағала бір-екі нәрсені атайды. Бір-екі нәрсені атайды. Сонда фәкку рақаба. Адамның бойында құл азат етіп жүру деген қасиет болса, сол заманда құл болды ғой мысалы. Бүгін құл емес. Не істейсіз оның орнына? Не істеуге болады дейтін болсаңыз, егер фирдаус тойласаңыз, Алла Тағала береді не істейтініңізді. Мысалы, қарызға батып кеткен адамды қарыздан шығарып болсаңыз, ол құл азат етуден басқа ұқсай ма, ұқсамай ма? Бүгінгі уақытта. Көрдіңіз бе? Сондықтан біреудің қарызын, жаңағы қарызынан шығарып жіберсе ол адам. Ау итғамы фи яумин зи масхаба, немесе тамақтандыру деген тақырыппен айналысса дейді. Аштық кездерде, жетпей жатқан кездерде, ана кісінің үйінде тамақ аз қой, ана кісінің үйінде ет жоқ қой, ана кісінің үйінде дәрісі жетпей жатыр екен дегендей. Сол секілді сол тақырыптарға үйір қыл дейді жаңағы туысқаныңда. Бізге айтып жатыр. Өзің де, оны да үйір қыл. Қалай үйір қыласың? Мен бүгін бір қарны ашып жүрген бір адамдарға барайын деп жатырмын. Жүрші, менімен бірге алып кетесіз. Анау қасыңызда жүреді, психологиясы үйренеді, жылайды, түсінеді. Анау өзінің болмай жүрген тақырыптардан шығады. Өйткені мына жерде, мына бұрышта, мына үйде ол өмірінде ойлап көрмеген бір сезімге еленді да. Сіз сол үшін, сіз ойламаңыз тек қана бүйтіп, иман келтірсеш деп, бір-екі ауыз сөз уағызымды айтып, ол бәрі соны түсінеді деп. Жоқ, оның сезімдерін де соққылау керек. Сілкіністер керек та. Ол үшін жаңағыда жер алып барасыз. Осында бір кісінің қарызын шешіп отыр едік. Сізде әйтеуір бір кәсіп жүріп отыр ғой, бір кішкене көмектесіп жібересіз ба деңіз. Соны бергізуге тырысыңыз. Ана берген кезде жүрек Аллаға қарай кетеді. Түсіндіңіз ба? Сонымен жаңағы біреудің қарызын өтеп жіберсе. Бізде қандай? Өздер білмей қарызға кіріп алған ғой, әбден кіре береді, кіре түсінбеймін осыларды деген сөзбен біз онымен ештеңе шешілмейді. Біз ондай дәрежеде ұстамайық, туысқандарымызды, достарымызды, нелерімізді. Біз түсіндіруге тырысайық. Жүр, шешіп берейік деп. Екінші нәрсе, ау итғамын фи яумин зи масхаба, жаңағыдай қарны аш болған күндерде адамдарды тамақтандыру. Мысалы, әртүрлі экономикалық жағдайлар болады ғой, мысалы, әртүрлі. Бір сіз жеп жүрген жемісті өмірінде жемеген бір отбасы болуы мүмкін, мысалы. Көрсіз ба? Сол жемісті барып сол жаққа жегізсеңіз, ол да бір жаңағы аштықтан құтқарудың бір нәрсесі сияқты. Осындай нәрсемен айналыссақ, кімдерге? Ятимен замақраба, жақын болған жетімді тамақтандырсаң, жетімнің басынан сипауды үйрет дейді ана бауырыңа. Бірден ашады жүрегі, кетеді. Міне, аталы ешкімге зиян қалап тұрған жоқ. Құр осындай нәрселер істелінбегеннен кейін, мынау тас болып қалған дейді. Мынау бұзуды үйрет дейді оған. Мынау бұзылып сырқынген кезде ғана сенің бағанағы аяттарың түсіне бастайды. Сіз осы екен ғой маған бір жылдан бері бүйтіп айтып жүргеніңіз. Ал құр сөзбен болса, өйткені жаңағы әсер етпеуі мүмкін. Сондықтан Алла Тағала туысқан болған жетімді тамақтандырсын. Екінші, ау мискинен заматроба, ана топырақтан басқа көрпесі жоқ міскінді тамақтандырсын дейді. Қара қалай келтіреді әдебиетте. Топырақтан басқа көрпесі жоқ дейді. Матрасы жоқ. Сол міскінге сен қарамасаң, сен жүрегің жібейді деп ойлайсың ба? Қалай жібейді ол?
Сен қарадың да өтіп кеттің. Сенің жүрегің жібу ма? Егер мен қарап өтіп кетсем одан, менде проблема бар. Мен көрмейді көзім. Кейбір нәрселерді көреді, бірақ Алланы толыққанды көре алмайды. Сол сияқты осындай нәрселермен айналысу керек дейді. Осы нәрселерден кейін Алла Тағала айтады: «Сумма кана миналлазина аману». Сосын иман келтіргендерден болса. Көрдіңіз ба? Иманға дейін, біреуді жаңағы иманға, намазға дейінгі сезімін тәрбиеле дейді. Сосын барып жаңағы иман деген тақырыпқа келсе, уатавасау бис-собри, сосын бір-бірлеріне сабырлықты күттескен адамдар болса, қиыншылықтарда харамға барып қоймайық. Міне, ақша жетпей жатыр ма? Алма, барма, өсімге барма. Керегі жоқ. Алла Тағала береді, сабыр ет, фирдаус керек бізге. Біреулер ойлайды, мыналар немен өзін-өзі бөгіп, біз ештеңкеден бөгіп отқан жоқпыз өзімізді. Біз бөгіп отырмыз деп біреуге қиналып отыр деп айтпаймыз біз ол нәрседе. Біз білеміз, бұл жол сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху осындай аштық кезінде ішіне тас байлаған. Міне, ол шанс бермеген ешқашан. Көрдіңіздер қандай жағдайлар бар.